зияткер, мамандандырылған мектеп-интернаты 8-ші А сынып оқушысы Рыспай Ерлан. Шешендік сөздер қазақ халқының даналық үлгісі болып табылады. Шешендік сөздер қазақ халқының ауыз әдебиетінің ерекше жанры. Мен Төле бидің шешендік сөздерін алдым. Жаңбыр жаумаса, жер жетім, басшысы болмаса, ел жетім, ықпасқа айтқан сөз жетім. Өзіне өзің кәміл бол, халқына адал бол. Жауына қатал бол, досына адал бол. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Көп тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы. Балаң жақсы болса, тән мен жанның пырағы. Әйелің жақсы болса, бірінші иманын, екінші жиғанын, үшінші ырысының тұрағы. Қаз дауысты Қазбек бидің шешендік сөздері сыйластық, татулық және адамдар арасындағы қарым-қатынастарға арналған. Тату болса, ағайын жақын, ақылшы болса, апайын жақын, бауырмал болса, інін жақын. Алдына тартқа адалласын, қимас сенің қарындасын. Сыбайлас болса, нағашын жақын, адал болса, досын жақын. Жан серігін жас кезінен, бәрмен де әйелін жақын. Алтын ұян одан қымбат, құт берген адан қымбат, аймалайтын анаң қымбат, асқар тауын әкең қымбат. Мейірімді апаң қымбат, туып өскен жерің қымбат. Ұят пеннен ар қымбат, өзін сүйген жар қымбат. Жаугершілік замандағы толғауға Бұқар жырау шығармасын алдым. Бұқар жырауда Ресей империясының жорықтары, басқыншылықтары айқын сипатталған. Күн батыстан бір дұшпан, ақырында шығар сол тұстан. Өзі сары, көзі көк, діндарының аты боп, күн шығысқа қарайды. Шашын алмай, тарайды. Құдайды білмес, діні жоқ. Жамандықта міні жоқ. Затсыз, тексіз, бір кәпір, аузы басы, жүн кәпір. Жемқорларға жем беріп, азды көпке теңгеріп. Ел қамын айтқан жақсыны сөйлетпей ұрар ұртына. Бауыздамай алар қаныңды, өлтірмей алар жаныңды, қағазға жазар малыңды. Есен алар ұлынмен, солдат алар ұлыннан. Күндердің күні Абылай, жаяулап келер жұртына. Жағалы шекпен кигізіп, балдымай жығар мұртына. Есе тимес өзіне, есіктегі құлыннан.